Қызымның апайы мектептегі концертке аққала жасап беріңізші деген. Өзімше жарайды деп келістім. Баннерге аққаланың суретін салып шығарып беремін ғой десем, жоқ, кәдімгідей домалақ қылып аққала жасап беріңіз деді. Біраз ойланып, бір күшті идея келді. Мүмкін сіздерге де керек болар. Сақтап алыңыздар. Ең бірінші ақпарақ керек. Осылай кесіп аламыз. 3 размерде шар үрлеп аламыз. Суға қағаздарымызды батырып, сулап алып, шардың сыртына жабыстырамыз. Шардың барлығына жабыстырып 15 минутқа кептіріп қоямыз. ПВА клейді аламыз. Бірге бір су мен ПВА клейді араластырамыз. Осындай сұйықтық шығады. Қағаздарымызды осы сұйықтыққа батырып, екінші слоймен шарға жабыстырамыз. Барлығын жабыстырып болғаннан кейін бір күнге кептіруге жібереміз. Аққаламыздың денесі дайын. Енді аққаламызды безендіреміз. Менде үйде тек қана осындай алтын түсті фоамарин болды, соны пайдаландым. 15 см өлшеп алып қиып алдым бұл шапкасына. 15-те 30, 15-те 20 см екі бөлік шықты. Оны бір-біріне сырт клейдің көмегімен клейледім. Екі шетін бір-біріне қосып, осындай қалпақ шықты. Қалпақтың төбесін сызып алып, оны қиып, тоже жабыстырдым. Қалпақ емес, сосын кепка жасайтын болып, козырек қиып алдым, оны да жабыстырдым. Осылай етіп мұрын сызып алдым, оны қиып алдым. Сол фоамариннан қолбақтарды сыздым, оны да қиып алдым. Түймелерді ұмытпадым, оларды да қиып алдым. Енді мұрнын жасауға кірісеміз. Осылай орап ыстық клейдің көмегімен клейлейміз. Шошайып тұрған ұшын қиып тастадым. Домалақтарды бір-біріне ыстық клейдің көмегімен жабыстырдым. Аққала құлап қалмау үшін картонға жабыстырып қойдым. Бағанағы шапкамызды, қолбағымызды, мұрнымызды барлығын ыстық клейдің көмегімен жабыстырып шығамыз. Интернеттен көз бен еріннің суретін басып алдым. Принтерден шығарып жабыстырдым. Осындай үлкен аққала болып шықты.